Wi-Fi роутеріңізді баптап көрейік. Біріншіден, шоғырсыммен немесе Wi-Fi арқылы Wi-Fi роутеріңізге қосылуыңыз керек. Роутерге қосылған соң, кез келген веб-браузерді ашып, мекен-жай жолында цифрлар құрамын жазыңыз. Ары қарай ол қолданушы аты мен кілт сөзді сұрайды. Екеуіне де админ деп жазып, окей пернесін басыңыз. Тамаша, біз баптаулар парағына кірдік. Осы жерде сізге желі бөлімін тауып, ары қарай WAN мәзірін таңдаңыз. Осы жерде мұқият болыңыз. WAN қосылу түрінде L2TP-ді таңдаймыз. Қолданушы атына жолына логиніңізді, ал кілт сөз жолына жеке кабинетке кіретін кілт сөзіңізді жазыңыз. Сонымен қатар сервер мекен-жай жолын толтыруды ұмытпаңыз. Бәрін толтырған соң, сақтау пернесін басамыз. Тамаша, Wi-Fi-дің атауын қойып, кілт сөз орнату ғана қалды. Ол үшін сымсыз режим бабын таңдаңыз. Желі атауы жолында Wi-Fi-дің атын жазып, сақтау пернесін басыңыз. Енді сымсыз желіні қорғау блогын таңдаңыз. Паспорт жолына Wi-Fi желісіне кіретін кілт сөзді жазып, сақтауды басыңыз. Кілт сөзіңізді міндетті түрде жазып қойыңыз, және ешкімге көрсетпеңіз. Алақай, роутеріңіз бапталды. Енді оған қосылып, интернеттен ләззат ала аласыз.